Сәлем бердім, құрметті көрермен қауым. Бүгінгі сұхбатымыз біздің құрбандық қандай жағдайда шалынады деген тақырыпты кең қозғайтын боламыз. Бұл мәселені негізінде молда, имам, мешіттің жұмыскерлері, дін жолында жүрген еркектер және ата жолының ерлері нақты айтып түсіндіріп, халыққа өміріне енгізіп, кіргізіп беру керек еді. Мен қалаймын осы ата жолға келдім, осы дүниенің бәрін зерттеп келе жатырмын. Барлығын ой санамнан өткізіп, оның үстіне неге Гүлмира қатын басымен бұндай нәрселерді ауыр еркектерге байланысты дүниелерді қатын басымен айтып жатыр деген сауал туындаса, бұл шынында да бұлардың барлығы еркектің ісі. Бірақ тылсымдықтармен тығыз байланысты болғандықтан әулие аталардың айтуымен, қолқа салуымен осындай тақырыптарды кең ашып, айтып, білмегендер біле жүрсін, өміріне енгізсін. Солардың, имамдардың, молдалардың, дін басында жүргендердің өздері білмей халыққа басқа нәрсені уағыздап көрсетіп жүргендіктен біздің қазақ, басқа ұлтты айтпаймын, біздің қазақ өте қатты қиналысқа кіріп, көп қателіктерге ұрынып, қиналып, өте ауыр дүниелерге, ауыр қателіктерге, өмірлеріне қайғы кіріп жатқаны осы діндарлардың кесірі. Мынау халықтың интернет желісінде діндарларға қарсы шығып, оларды қарабет қылып жатқаны өте дұрыс. Себебі олар дұрыс жолды көрсетпейді, себебі өздері білмейді. Енді бүгін соның бір шетін ұшын шығарамыз. Осы уақытқа дейін де өте көп видеоларымда осындай мәселелерді көтеріп келе жатырмын. Бұл да бір өмірімізге керек, өте маңызды мәселе. Біз өмірімізге енгізу керекпіз. Енді қараңыз, құрбандық қандай жағдай шалынады? Бірінші бала өмірге келгенде құрбандық шалынады. Ол Құдайға рахметіңіз. Алла тағала сізге перзент берді. Оны рахмет айтуыңыз керек. Сосын балалы бола алмай жатсаңыз да, мысалға, біреулер докторға қарануға барады ғой. Ол жаққа дәрі-дәрмек алуға, емделуге, уколдарға өте көп ақша жұмсайды да, бірақ құрбандық шалып, Алладан тілемейді. Бұл жердегі қателігі сол. Әлбетте сондай істерге кірістіңіз ба? Әлбетте құрбандық шалып, Алладан сұрайсыз, бала сұрайсыз, сосын бар басқа істерге жол ашылады. Дәрі құйдырсаңыз, дәрі қабыл болады. Тағы қандай мәселе, қандай жағдайларға жол ашылады? Егер балалы болуға жол ашылады. Қазақы еммен ем алсаңыз да, оның да жол ашылады. Қазір бізде Астанада тоқтылар 60 мың теңгемен бағаланады. 60 мыңнан жоғары 80, 90, 100, 120, 150 мың теңге шыққан бағалары. Сол миллиондап эко-меко деген бәлелекеттерге жүгінбестен, қайта Аллаға жүгініп, 60 мың теңге, 70 мың теңгені шығын жасасаңыз, алдыңызда Алла тағаланың берер мол, соны біліңіз. Әр қарай басыңа іс түскенде дейді. Басыңа іс түскенде қандай істер түсуі мүмкін? Сотты боласыз, адам қағып кетесіз, машинамен авария боласыз, бір жала жабылады, ұрлық қылып қоясыз, басқа қыласыз. Үй сатқан кезде, мысалға, мен үй сатқан кезде жылқы малын, қой малдарын шалып, әулиелерге барған кезде де қой құрбандығын шалып, мен үйімді аман-есен сотасып жүріп, құрбандықтардың Құдай ас берулердің арқасында Құдай беріп, қошыдан үй алып жатқан жайым бар. Тағы қандай іске басыңызға түсуі мүмкін? Өте көп қой. Сотта жатқан болуыңыз мүмкін. Бір өліммен айқасып жатқан болуыңыз мүмкін. Сондай жағдайларда көп мәселелер көп. Сондай бір басыңызға түскен кезде, құжаттар бірдеңке болып жатқан кезде, сондай бір ауыр мәселелерге ұрынған кезде, қой құрбандық, Алланың разылығы үшін қой құрбандық шалып жіберсеңіз, сонда барлық ісіңіз оңынан келіп отырады. Сіз ойлағаннан да тамаша болып шығатынына Құдай кепілдік береді. Сіз құрбандық шалдыңыз ба?
әрі қарай сіздің мәселеңіз, сіздің қиындығыңыз Құдайдың жұмысына айланады. Құдайдың дәргайына барады, сол жерде мәселе шешіледі. Сонда Алладан бұйрық түсіп, сіздің алдыңызда есіктер ашылып бастайды, бүкіл жамандықтар жолыңыздан кетеді, дұшпан ол жеңіледі, жала жабылушылардың ауыздары жабылады. Одан кейін жол ашу үшін қандай жолдарымыз жабық? Қазір мен айттым ғой. Бұл мысалға менің басыма тағы бір қайғылы жағдай түскен кезде мен түсімде түс аян арқылы да, қараңыз, түс аян арқылы да құрбандық шал деп не береді? Ата-баба аруағы түсіңде бір қой немесе екі қойды көрсетеді де, соны сойып жатқанның туралы түсінде көрсетсе, демек бір қой, екі қой түсінде көрсе, демек құрбандық шал деген мағынаны білдіреді. Мен басыма сол қайғы 2018 жылы басыма сондай бір ауыр отбасым екіге бөлінгенде және маған ауыр бір сиқыр жасалған кезде, өлімге сиқыр жасалған кезде, маған түсімде аян берді, қара қой құрбандығын шал деді. Сол қара қой құрбандығын қалай да шалдым. Сол кезде әкем мен шешем келіп қалды. Сол мезетті пайдаланып әкеме Құран оқыттым. Әкем құрбандық мал сояды, өзі сойып құрбандықты шалып берген кезде, содан бастап менің жолым ашылып бастады. Сиқырдан мол арылдым, жағдайым мол жақсы болды, бір өте жақсы істерге, жақсы адамдармен кездесіп, өмірімде бір жаңа белестерге шыға бастадым. Енді жол ашу үшін сол кезде маған айтқан, жолың байланды, жолыңды ашатын амал жаса, қой құрбандық шал деді. Сонда мен қабыл алдым дедім де, қара қой құрбандықты шалып жібердім. Сонда да бір тамаша бір хикмет болды. Енді ол кезде қой құрбандықты қай жерде шалу керек екен, қалай шалу керек екен білмейтінмін. Білгенде де ол кезде Мұрат өмірімде болған кезде мәшинеміз болды. Мәшинемен бір жерден алып келіп, Мұраттың өзі құрбандық шала беретін, малды соя беретін, соны орындай беретінбіз. Ал бұл жерде мен жалғыз қалдым ғой, қалай істеймін? Сол кезде телефонмен бүкіл жерде өзіміздің қосшы каналында, телеграм каналында Мал базары деген канал бар, чат бар. Сол жерде 10 мыңнан аса адам отыр. Сол жерде қарасам, қой сататын жігіттер бар екен. Соған хабарласа қойып едім, маған әкеле бер, әйтеуір осындай бағада қойды әкеле бер дедім. 35 мың, ол кезде қойдың бағасы 35 мың болды 2018 жылы. 35 мыңға алып кеп берді. Қарасам, қап-қара бір ақ дағы жоқ қой. Сол қуанып қалдым. Менің түсімде көрген қойдың түрі тура осы ғой дедім да. Құдай тағала қалай бәрін реттестіп тұрғанын айтамын да, Алла өзіңе ниет етті, мен қой құрбандық шалғым келеді, өзің реттеп бер деген ғой намазымда. Сонда зығылдатып әкеп тұр ғой. Содан наличка қолына тапсырдым. Сөйтіп сол күні түнімен жүріп қойды шалып алдық. Қарап отырсыз, алдарыңызда аман есен отырмын. Аллаға шүкір. Әйтпесе мені Мұрат, бывший муж, сол өлімге қиянат жасап, қара додан жынданып кете жаздап, мен бір өлімнен қалған адаммын. Енді сауығып, Аллаға шүкір, алдарыңызда жүрмін. Сосын тағы бір мәселе, мына жерде айтып кетейін дегенім, үлкен оқу орнына түсерден алдым. Бізде балаларымыз ұбт-ға тапсыратын кезде мектепте кім 9-шы сыныпты бітіреді, кім 11-шы сыныпты бітіріп оқуға түскісі келеді. Сол кезде сол ұбт-ның алдынан бір-екі күн қалғанда, Алла сенің құрметіңе, сенің разылығың үшін мына қой құрбандықты балама өзің қамқор болшы деп өтініп, Құдайға арнап, бір ұлыңыздың атынан қой құрбандық шалып жіберсеңіз, балаңызға Құдайдың тарапынан періштелер көмекке келіп, ұлыңыз жоғары балл алып шығатынын қамтамасыз етіп, жоғары балл алмаса да
кез келген оқу орнына түсіп кетуіне жол ашылады. Енді қараңыз, сосын барып оқуға аман есен түсіріп алдық та, одан кейін үйлену тойының алдынан. Бұл жерде өте үлкен мәселе, екі адамның тағдыры шешілгелі жатыр. Бір отбасы туылғалы жатыр. Ата-ананың қуанышы, ұл бала, қыз бала тұрмыс құрып, бір отбасы туылып, бір үлкен әулет пайда болғалы жатыр. Бұл жерде соның жолы ашылсын, Алла өзің қамқор бол, осы жастарға өзің қамқор бол дей отыра, бір қой құрбандық шалып жіберіп, тойды бастап жіберуге болады. Одан кейін бірақ ата-аналар, сіздерден өтініш, қой құрбандық шалып, балаға келе жатқан келінге жолашар істесеңіз, арақ қойып, шарап қойып, ол Құдайды алдап 200-ге салмаңыз. Бұнда баланды тағдырына балта шабасыз, келе жатқан келіннің де балта шабасыз өміріне. Жақсы істемей қойыңыз. Тыныш қана Құдайға жалынып, тыныш қана жүргендеріңіз жақсы. Құдай сақтасын, ондай нәрсені ешқашан істемеңдер. Құдай құрбандық шалыңдарда бір отбасы мәңгілікке қол ұстасып, әрі қарай аяққа нық тұрып кетуіне, екі дүниеде бірге өсіп, өніп, балалы шағалы болып кетуіне осы бір қой құрбандық керемет жолын ашады. Соны біліңіздер. Жақсы түс көрсе, жақсы түс көргенде, мысалға, қазір маған хабарға шыққан адамдар, мысалға, менімен кім жұмысты бастайды, бірден олар түс көріп бастайды. Түс арқылы олардың тағдырлары шешіліп бастайды. Қандай да бір, және одан тысқары Алла тағала әрбір адамның тағдырын өзгертеді. Сондай бір керемет дүниелерді көрсетеді. Тамаша мемлекеттік деңгейдегі мәселелер шешілу керек па, немесе бір өте бай болып кету керек па, немесе қасиет иесі болып кету керек па, сондай бір мәселелерді алдын ала көрсетеді. Соған Алла рахмет, осы түсті көрсеткеніңе рахмет деп қой құрбандық шалып жіберу керек. Сонда ол тез орындалады және жеңіл орындалады, сынақсыз. Мысалға, қандай түстерге қой құрбандық шалып, ол түсті күтіп алу керек. Атқа мініп жүрсеңіз, аппақ атқа мініп жүрген болсаңыз, немесе қап-қара атқа мініп жүрген болсаңыз, сосын түйеге мініп жүрген болсаңыз, или джипке мініп жүрген болсаңыз, сондай жолыңыз ашылып болады. Және тағы бір айтып кетейін деген тағы бір мәселеде, өте көп бидай, өсіп тұрған бидайдың ортасында жүрген болсаңыз, қап ұнның ішінде жүрген болсаңыз, бұл байлық. Бидай ол рухани байлықты білдіреді, ал ұн дүниелік байлықты білдіреді. Ұнды кім түсінде көретін болса, ол өте бай адам болады. Осындай дүниелерді түсіңізде көрдіңіз ба, 60 000 теңгені өзіңіз басыңыздан, болашағыңыздан аяп отырмаңыз. Алла осы түс бергеніңе рахмет, қабыл алдым дейсіз де, құрбандығын шал жіберіп, қабыл алдым, осының тезірек жетуіне өзің нәсіп ет Алла деп дұғаңызды айтыңыз да, құрбандық шал жіберсеңіз тамаша болады. Одан кейін жақсы түс көргенде дедік. Енді қандай кезде мансапты болуың келсе, мансап белгілерден алдын карьерный рост үшін құрбандық шалатындар бар. Білесіздер, ондайда да өте көп. Бұл жерде дұға, бұл жерде тілеген тілектер, бұл жерде ниеттер бәрі қамтылады. Сөйтіп Құдайға тапсырасыз. Одан кейін тағы қандай мәселелерде, қатты науқастанғанда кейбір жандар өзінің басынан құрбандықты аяйды. Рак ауруымен ауырғандар, тағы қандай аурулар бар, өкпе аурулар бар, туберкулез аурулар бар. Бұларды жазылмайды деп ойлайды. Жоқ, жазылады.
Бұнда нақты бір сондай еммен айналысатындар, мысалға мен рак емін емдей аламын, және туберкулез емді емдей аламын, Құдайға шүкір. Сондай кезде ірі мал құрбандығы керек бұнда. Сонда қан арқылы жанмен жан ауысады, қанмен қан ауысады, тағдырмен тағдыр ауысады. Түсінесіздер ғой? Тағдырыңыз жөнделеді, тағдырыңыз дұрысталады. Соны ескеріңіздер. Жазылмайтын ауру жоқ. Бір ғана ауру бар. Енді аяқ қол өсіп шықпайды, енді кесілген жерден өсіп шықпайды, ол анық. Бірақ мынау паралич, ол жазылуы мүмкін, паралич. Сосын спид жазылмайды. Спид ауру жазылмайды, ол Құдайдың қарғысы. Спид ешқашан жазылмайды, мен сіздерге айтайын. Түсініңіздер ғой, жанға жан, қанға қан айырбастаңыздар. Ірі мал құрбандығын шалып емделуге болады. Сосын үй саларда кейбір адамдар фундамент салардан алдын қой құрбандық шалса, сол үй аман есен өз уақытында салынып рахатын көресіз. Ал құрбандық шалмай әйтеуір бисмиллямен бастап істей берген өзінде жақсы, бірақ ол үйдің фундаменті дұрыс тұра ма, оның жауы көйіп кетпей ма, оған сиқыр жасаушылар көйіп кетпей ма, сондай кезде оның сондай пәлекеттер жабылып қалмасын, көреалмаушылықтардың қасіретіне, қиянатына ұрынып қалмау ниетінде фундамент бастар алдын қой құрбандығын, есіктің алдына қой құрбандығын, сол жерге фундамент құйылады-ау деген жерге қой құрбандығын шалыңыз да бисмиллямен бастап аман есен сол кезде Құдайдан қорған түседі, ақшаңызға береке кіреді, құрылысшы жігіттер, қыздар келе қалады, ешқандай қорлық, ешқандай қорқыныш болмайды. Және ақшасын төлеп қойып, сол үйді әп-әдемі қылып бітіріп беретін құрылысшылар кездеседі. Бірақ бір қарағанда қараңыз, жолы жабылған кезде Құдайдың разылығысыз істелінген дүниеде машақат көйіп кетеді. Өте көп ремонт жасатып, үй салдырып көрдім ғой, сол кезде алдап ақшаны алып алады да үйді салмай қашып кеткен мошенниктерге өте көп ұрынған халықты естіп жүрміз. Қолынан іс келмейді, әйтеуір айқай-шумен және талабы көп, бірақ істеген ісінің тайны жоқ. Сондай бәлелерге ұрынып жатқан адамдар да жеткілікті. Менің өмірімде де болды бір-екі рет. Сондайға ұрынбау үшін құрбандық шалып жіберіп, Аллаға жалбара, Алла өзіңе тәуекел еттім, көмектес деп бір ауыз айтса, Алла тағала ол үйде әп-әдемі қылып өзіне бұйыртып, ішінде іші малға, жанға, сырты малға толатындай етіп, балдәурені өтетіндей керемет үй салып береді, салдырып береді. Сосын тағы да жорыққа аттанарда. Жорыққа аттанарда мен сіздерге айтып жүрмін, Әмір Темір бабам әрбір бастарысын, қандай да бір қаланы, қандай да бір ауылды басып алу керек болса, өзінің шапқыншылығымен және ислам дінін ендіру керек болса, мал құрбандығын, көптеп мал құрбандығын шалып, тайқазанда Құдай ас беріп, халықты және әскерін сол Құдай аспен не істеп отырған, тамақтандырып отырған. Әрі қарай әрдайым жеңіспен жүріп, бүкіл қазақтың мынау Тюмень, Омбы, Киевке дейін жердің бәрі, мынау Өзбекстан, ары кетсе, Индия, Пакистан, Иран патшалықтарына дейін барлық жерді Әмір Темір баба басып алған, білесіздер. Енді бізде қандай жорық дейсіз ғой? Қандай жорық? Сапар, қандай да бір сапар, мықты бір сапарға барғыңыз келсе, қой құрбандық шалып жіберіп шығар болсаңыз, онда кез келген сапар, саяхат, шетелге шығу, шетелге саяхаттау, көп қой сапарлар, бизнес бойынша, қыдыру бойынша, осындай дүниелерді шетелге барған кезде, шетелге барған кезде ешқандай қиындық болмайды. Самолетте жарылып кетпейсіз. Құдай кешірсін, пойызыңыз бұзылып қалмайды, машинеңіз бұзылып қалмайды,
құжаттарыңыз аман болады. Қысқасы, Алла тағала өз панасында сақтап, қасыңызға 2 періште қасыңызға қосып береді. Қасыңызда тек қана жақсы адамдар болады, жаман адамдарға жолықпайсыз. Ұры қарыларға заттарыңызды, дүниеңізді ұрлатып алмайтын боласыз. Сосын аян түс көрсетілген бойынша айттық, жаңа аян түс арқылы, мысалға менің өзіме 2 қой құрбандықты бір күнде шаласын деді, 16 үн еститін боласын деді. 16 үн. Сонда 16 үн дегенде, сол құрбандық шалғаннан кейін білесіздер ма? 16 саны бұл жынның саны екен. Бір саны ол құдайлық сан, 6 саны жынның саны. 16 үн еститін боласын деген кезде, қазір ойлап отырмын да, 16 саны жынның үнін танитын, жынды білетін, сондай қасиет, қабілет беріледі деген екен. Мен тәуекел етіп, қалтамда көк тиын жоқ. Содан Аллаға жалбарынып, Алла тағала, осы түсті көрсеттің бе? Осы бұйрықты бердің бе? Мен орындап шығайын, маған ақша жібер дедім. Және мен жомарт болайын, сараң болып қалмайын. Себебі бір қой ол кезде 2022 жылы болатын, ол кезде қой 50 000 теңгеден болатын. Қалтамда көк тиын жоқ. Содан намазымды солай тіледім. Қарапсызки 100 000 теңге шотыма жиналды. Жалғыз 100 000 емес, 400 000 шотыма жиналды. Ол кезде мешітте үлкен жұмыста істейтін мешітте. Қазір аспазбын, тиіп қаш жұмыс істейміз, по вызову істейміз. Сол ол кезде айлық болды. Бұнда неше сағат жұмыс істейсің, соған қарай ақша аламын. Ал ана мешітте жүрген кезде айлық 400 000 теңге жиналып қалды бір айдың ішінде. Сөйтіп 2 қой құрбандықты бір күнде шалдырдым. Ол кезде не болды? Орда болды. Сол ордаға барып шалдыратынбыз. Рахмет жігіттерге, шалып берді, Құранымды оқып. Етін мен көрген жоқпын, малды көрген жоқпын, видео түсірмей қоя сал, сол жақтан тарап жере сал деген болатынмын. Соның бәрі орындалды. Ал көрсеңіз, енді тамаша ғой. Жынмен жұмыс басып кеттім ғой. Солай жындарды тани білем, сөйлесе білем, олар менімен сөйлеседі. Солай олардың өздерінің ниетін білдіреді, қандай мақсатта жүргенін, сол бойынша жұмыс атқарып келе жатырмын. Енді қараңыз. Тағы бір мәселе бар. Армияға шығарып салар алдынан өте көп аналар, әке-шешелер балаларын қалай шығарып салып жатыр, мен білмеймін. Көбіне мен кішкентай кезімде, кеңес уақытында ағаларым армияға кететін кезде не істеді? Вечеринка істейтін, вечер істеп, дастархан толы арақ болып, ертесіне мас күйінде ағаларым, ағам сонау папамның інілері, солар ғой, нағашыларым, солай неге аттанып жатты. Қазір есті жиып, қазақ халқы, мұсылман елі армияға повестка келді ма, осы күн аттану керек деді ма? Әлбетте қой құрбандық шалыңыз. Ұлыңыз аман есен барып келсін деп. Аллаға аманаттап, Алла, міне сенің разылығың үшін, сенің құрметіңе ұлымның атынан қой құрбандық шалып жатырмын. Қабыл ал, Алла. Балам аман есен келсін. Өз панаңда сақта баламды. Отан алдындағы борышын аман есен өтіп келсін деп Аллаға аманаттайсыз солай. Сонда ешкім тиіспейді. Алла тағала бұнда да Құранға салып, аман есен өтіп, жақсы жағынан танылып, өмірге деген құлшынысы артып, ешкім оған қиянат жасамай, тамаша тұлғалы бала болып барып келетінен кепілдік Құдай береді. Одан кейін бизнес ашар алдынан дүкен, ресторан,
СТО деген нелер ашатын болсаңыз, бизнестің түрі көп қой, кез келген бизнес ашатын кезде қой құрбандық шалыну керек. Сонда бизнесіңіз керемет өркендейді. Алла тағаланың өзі несіне, мысалға ресторан, дүкендер ашқан кезде бірақ арақ деген берекет араластырып, Құдайдың қаһарын орнасыңдар. Бұл жаман. Сосын тағы бір айтып кететін жағдай, күнәдан арылу үшін бізде емге келген кезде ол науқас неден қиналып жүр, сол мәселе бойынша соны негізге алып біз құрбандық шалып жатырмыз. Қандай құрбандық? Қой құрбандық, сиыр құрбандық, сиырға құрбандық, сосын жылқы малын құрбандыққа шалып, солай жанға жан, тағдыр ауыстырып жатырмыз. Күнәдан арылу үшін ата-баба аруағынан келе жатқан қарғыстардың жолы шайлауына, Құдайдың алдында кешірім түсуі, аруақтардың жолы ашылуы, аруақтардың жаны жұмақтық болу үшін, және мына жақта тірілердің жолы ашылу үшін, тірілер сондай бір жақсы деңгейге өту үшін, рухани да, дүниеліктен де бай болу үшін, ата-бабадан келе жатқан қасіреттер, аурулар, науқастар, жол байламдарын бәрі шешілу үшін сол қой құрбандық, сиыр құрбандығы, жылқы құрбандығы шалынып, солай жол ашулар, жол ашарлар істелініп жатыр. Енді соғым сойғанда, енді қараңыз, соғым сойғанда қандай амалдар жасалынады? Соғым сойғанда сіз эгоист болмаңыз, бұнда да сіз амалын жасаңыз. Малдың тамағына пышақ тірерден алдын Құран бағыштаңыз. Құран бағыштаңыз, Алладан тілеп, осы малды беріп жатқан малың үшін рахмет, азығымыз үшін рахмет деп, рахметіңіз айтыңыз. Және аруақтарыңыздың атын атаңыз. Бүкіл әулиелердің, пайғамбарлардың атын атап, ең соңында өзіңіздің аруақтарыңыздың атын атап, және бала-шағаңыздың аттарын атап, олардың жолы ашық болуына, екі дүниеде бақытқа ие болуын тілей отыра соғым сойыңыз. Ол болмайды деме, тарылмаңыз, өтініш. Бұл жерде жүзіңіз жарық болады. Жалғыз сіз, отбасыңыз, сіз қонақтарыңыз ғана ол ет жеместен бұл жерде аруақты да тойдырасыз. Аруақты сол соғымнан дәм алады. Қалай? Құран арқылы. Сіздің қуанышыңыз, сіз тылсым дүниедегі адамдармен де сіздің өзіңіздің азығыңызды бөлісіп жатқан боласыз. Соны бір ойбай құрбандық шалған екен, оның етін таратып жіберу керек қой. Ондай нәрседен аулақ болыңыз, оны ойламаңыз. Мына жерге миыңыздағы құйылып қалған дүниені сырып тастаңыз. Сіз Құдайдың разылығы және адамдардың разылығын алып жатқан жоқсыз. Құдайдың разылығы керек сізге, және аруақтардың ризашылығы керек. Соларды қуансаңыз болды. Көңіліңіз тоқ болып, бойыңызға ет өте жақсы дариды. Бойыңызға сіңеді деген сөз. Адал болады. Әрі қарай тағы бір үлкен мәселе бар. Адам қайтыс болған кезде жылқы малын, сиыр малын құлатады да соя салады. Бұнда әрбір құрбандық шалған кезде Құран бағышталады, әлбетте. Ниет етіледі, сосын Құран бағышталады. Құранның соңынан бүкіл пайғамбарлардың, әулиелердің, сосын өз аруақтарымыздың аттары аталу керек. Олардың тілегі тілену керек. Және тірілердің де тілегі тілену керек. Әрбір сөз мағыналы, әрбір сөз нәтижелі болу керек. Енді қараңыз, сіз оны айту шарт. Оны қалай? Неге оны айтудың қажет жоқ? Ол ниетіміз біліп тұр ғой. Жоқ. Мысалға сіз біреуге бір ар жазыңыз. Арызды сіз белгілі бір мақсатты көздеп, соны қағазға түсіресіз ғой. Сіздің ниетіңізді, сіздің қалауыңызды соны қағазға жазасыз. Осындай, мысалға, біреумен ұрып кетті. Соны жазалауыңызды өтінемін деп ровд-ға тапсырасыз. Немесе маған осындай бір зат керек, соны беруіңізді өтінемін. Немесе менің демалысқа шыққым келеді, соны маған бір 15 күнге демалысқа жіберсеңіз екен, демалыс беріңіз деп өтінішті басыңа жазасыз. Тура сол сияқты сіздің тілектеріңіз, сіздің ниетіңізді
барлығын айту керексіз. Құран башталып болғаннан кейін Алладан сіздің тілеуіңіз тілену керек. Қандай тілектер бар, соның барлығын тілеуіңіз керек. Ал мұны адам қайтыс болған кезде осы мәселені өте жіті орынға қоя білу керек. Адам қайтыс болды ма, мал табылды ма, әлбетте малдың құрбаны шалынардан алдын Құран башталған кезде атаған әруағының аттары аталады әлбетте. Одан кейін қайтыс болған марқұмның әкесінің атымен пәленше ұлы пәленше қайтыс болды, соны Алла тағала жанын қабыл ал, осы мал құрбандығы соның құрметіне шалынып жатыр, Алла қабыл ал. Бұл мұсылман, бұл жақсылап күтіп ал, Алла жағдайын жаса, жанын жұмақты, біліп білмесең күнәләрін, қарыздар болса оны кешіріп, жақсы қамқор бол, Алла. Арқасында келе жатқан ұрпақтарына бұның күнәсі артылмасын, бәрін кешір, Алла. Бұның да күнәсін кеш, тірелерінде күнәсін кеш, жолымыздың бәрімізді аш. Осы мал құрбандығы сенің разылығың үшін шалынып жатыр. Осы біздің әкелерің қайтыс болып жатқан болса, әкемізді жұмақтың төрінен бере көр, Алла, жақсылығыңды бер деп, сондай бір керемет тілектерді айтып Аллаға тапсыра білу керексіз. Сосын барып мал бауыздалады. Сонда ғана процесс өте жақсы жүреді. Одан кейін қайтыс болған кездегісі бар, 7 күндігі бар, одан кейін 40 күндігі бар, одан кейін жылдығы бар. Солар әрқайсында мал шалынып отыра ма? Әрқайсында әлбетте Құран башталады малдың алдын. Ал ондай нәрсені істемей, тіке барып бісмилләні айтып айтпастан сойып тастайды. Кейбіреулер мына маңдайына балта кувалдамен ұрып құлатады. Олай болмайды. Әрбір нәрсенің, әрбір заттың өз орны бар. Соны түгендеп, соны пысықтап, жақсылап тұрып, орнымен жұмсай білген адам екі дүниеде озады. Сонымен қазағым, өміріңізге ендіріңіз. Әрбір істе Құдайға жалбара отырып, осындай амалдар жасаңыз. Садақалар беріп жүріңіз. Мал шалынды ма, Құдай асында қоса беріп жіберіңіз. Құдай астан кейін әлбетте Құран бағышталсын. Сонда сіз үлкен жетістіктерге жетесіз. Дұшпаныңыз ол болмайды, болса да жеңіспен жүреді. Досыңыз ол көп болады, жанашырларыңыз ол көп болады, абыройыңызға сақтай береді. Ең бастысы, Құдайдың сүйікті құлы боласыз, сүйікті адам боласыз. Асыңыз алшысынан түсіп, өте бақытты адам болып жүретін боласыз. Сіз мысалға құрбандық шаласыз, әрдайым жеңіспен, әрдайым бір жемісті істеріңіздің жемісін жеп отырасыз. Сіз бақытты болмағанда кім бақытты болады? Мұнда Алла разы, сіз бақыттысыз. Әруақ риза, әруақ бай. Сіздің тұқымында мүлдем ауру деген нәрсе болмайды, науқас деген болмайды, мезгілсіз өлім болмайды, суицид деген бәле мүлдем өміріңізге кірмейді, отбасыңызға кірмейді. Осының бәрін ескеріп, өміріңізге енгізіңіз. Қолыңыздан келмесе, намазға жығылыңыз, намаз арқылы Құдайдан тілей беріңіз. Түгі жоқ, бір тиын ақшасы жоқ, маған Құдай беріп жатыр ғой, Аллаға шүкір. Солай сізге де ғайыптан Құдай жеткізеді, ретін береді. Алла ұлық. Сау саламатта болыңыздар.